Қасым-Жомарт Тоқаев президент мырза, тыңдаңыз. Халықты ашындырмаңыз. Мына қол астыңда отырған өңшей қарны қапиған парламенттің адамдарының шығарған заңдарына ұялмастан, оқымастан қол қойдың ба сен? Соны ойласаң қайтеді қара халықтың қамын. Не деген налог мынау? Үйіңді сатсаң налог төле, малыңды сатсаң налог төле, машинеңді оталдырсаң налог төле. Енді ешқандай жейтін іштеңкелерің болмағаннан кейін енді қара халықты тонайын дедіңдер ма? 37 жылы 36-37 жылы Сталиннің уағында бір ешкісін сауып отырған ешкісіне шейін тонап алып кетіп еді, тартып алып кетіп еді. Сол заманға келатырсыңдар ма? Неғып отырғаны қарны қапиған парламенттегілер осы заңды қалай алмай шығарды? Бір кило картошканың килосы 500 теңге болды қазір. Қайға қарап отырсыңдар? Сауда деген кетті, шек жоқ, қымбатшылық кетті. Тұрақтандыру деген болмай ма? Баяғыда прескурант деген болған, мәгесінде вермишельдің килосы мынандай, қанттың килосы мынандай. Сендер онақ нәрсені арзандадыңдаршы, онақ нәрсені тұрақтандырыңдаршы. Май, қант, шай, вермишель, күріш, сабын, порошок, басқаның керек жоқ. Байлар жей берсін, бана-мана кебейді. Сендер соны тұрақтандырсаңдаршы. Не деген сұмдық мына, не деген қымбатшылық. Халық көтерілмесін. Көтерілсе, оңбайсыңдар бәрі. Қырып тастай алмайсыңдар халықты. Ол үшін жауап бересіңдер. Халық мына қымбатшылықтан көтерілсе, ешқайсыңды аямайды. Шығады бәрі. Арадай талай. Сол керек болып отырма сендерге. Не деген налог мына, түсіріңдер мынаны. Бағаны тұрақтандырыңдар. Қарындарыңды қапет пышылдап жеп, сендер құсап 2 миллион, 3 миллион айлық алып атқан жоқ ауылдағылар. Күндерін зорға көріп отыр. Төлейтін газы бар 40 мың, 50 мың. Жейтін еті бар. Киімді қоя қой. Тамаққа жеткізе маятыр елдер. Оны төлемесен келетті, газыңды қырқып кетеді, светіңді қырқып кетеді. Ал, заңды тағы мынандай қойғасындар. Заңды шығарады екесіндер, халықтың қамына қарамайсыңдар ма жағдайына? Яқсыздар. Түсіріңдер анан налогты. Халық көтеріледі. Енді шыдамайды, енді осы февральда көтерілеміз деп отыр халықтың бәрі. Түсіріңдер мына заңдарыңды құртыңдар.